рассрочкаға алуға болатын дүниелер болады, алуға болмайтын дүниелер болады. Соны келісіп алайық. Мысалы, рассрочкаға iPhone алуға бола ма деп ел жұрт сұрайды да. Нақты жауап жоқ. Себебі iPhone-ды қалай қолданатыныңа байланысты. iPhone-ды мақтану үшін қолдансаң, рассрочкаға алмаймыз. Себебі рассрочкамен мақтанудың қажеті жоқ. iPhone пайдалы болса, рассрочкаға ала бер. Себебі рассрочка саған пайда алып келуі мүмкін. Бұл бірінші ереже. Пайдасыз затты рассрочкаға алмаймыз. Курсты да адамдар мақтану үшін алатындар бар. Ой, осының күні өтіп жатырмын. Немесе пайдасы бар деп алатындар бар да. Яғни керек болып тұрса рассрочкаға алуға болады, керек емес болса рассрочкаға алуға болмайды деп естиміз. Яғни заттың ол алып жатқан курс болсын, дүние болсын, басқаның қаншалықты біздің өмірімізге керек, болашақта қандай ақша алып келуі мүмкін, бізді қандай бақыттырақ етуі мүмкін. Бақыттырақ ету деген өте опасно, сондықтан бақытты түсініп алу керек. Жалпы бізге қаншалық керек болатынын білуіміз керек. Бұл бір. Екіншіден, рассрочканы алған кезде ақшамыз жоқ болып тұрса, алудың қажеті жоқ.